Ал бірінші сұрақ қандай? Өзара әрекеттескенде тұнба түзетін реакция. Тұнбаны қайдан қараймыз? Артынан қараймыз. Кітаптың. Кітаптан қарайсың ба? Дұрыс белгілеген апай. Иә. Ау? Дұрыс белгілеген. Иә, дұрыс. Күміс хлориді біз қарасақ та қарамасақ та оның тұнба екенін білеміз ғой. Тұнба түзетін, иә. Вот, онда бұл бірінші жауабы дұрыс. Келесі, химиялық элементтердің периодтық жүйесінде көлденең 8 элементтен орналасқан. Вот, ол не? Көлденең деген қалай? Көлденең, тігінен емес, наоборот, көлденең. Тігінен дегенді білесің, соған былай, қалай белінен десең бір түрлі шығар, көлденең ғой енді. Көлденеңнен анау 8 элемент қатарынан тұрмай ма? 8 элемент тұрады. Көлденеңнен оны не деп атайды? 8 элемент қай периодтарда болады на самом деле? Бірінші, екінші, үшінші. Иә, конечно, бірде болмайды енді, екіде болады, үште болады. Негізгі топша ма? Ау? Негізгі топша. Иә, негізгі топша. Негізгі топша? Иә. Оттығымен болмай ма? Үлкен период емес, үлкен периодтарда D топшасы бар. Одан кейін қосымша топша деген ол керек емес. D топшасы бізде 8 элементтен тұрмайды ғой. Кіші және үлкен периодты сен неизвестно болып қалды. Негізгі топша және кіші период деген екі жауаптың қайсысы деп белгілейміз? Кіші период болса, сен екінші және үшінші периодтағы элементтер ғана 8-ден аяқталып қалады. На самом деле бізде тағы да 8-ден аяқталатындар бар ғой, үлкен периодтарда да. Де? Солай емес па? Бірақ оларды не деп атайды? Топша деймін. Негізгі топша деп атайды. Негізгі топша. Ал қосымша топша бізде D элементтер. Түсіндік па? 8 элементтен аяқталатын ол негізгі топшалар. Конечно, дұрыс кіші периодтарда не болады? Қалай айтсам екен, 8 элементтен аяқталады, бірақ барлық негізгі топша 8 элементтен аяқталмай ма? Мейрамбек, келісесің ба? Келісесің ба деймін? Иә. Кальций хлоридінің анионына сапалық анықтауға қолданатын реактив. Үш не тұрыпты? Натрий. Соқпаңдар. Маған Тамау ойлансаңдар, аргентуминош или купрумес етеді. Или демей айтсай. Үш не тұрыпты? Кальций SO4 еріп кетеді, ал енді айтшы. Енді айтшы. В общем, анион бойынша десе, кальциймен не ол тұнба болады? Карбонаты, кальций карбонаты тұнба емес па? Значит, қандай карбонат қайсында бар, соны белгілейсің. Келістік па? Алло. Иә, десе, и вот сонша. Сөйлей алмайтсыңдар. Даусың нормально шықты ма? Давай. Сұйық күйде кездесетін бейметалл. Вроде мен оқушыларым бұны білу керек. Қайсысы? Өзі жалғыз бейметалл бар. Қызыл. Тух, шіркін болыңдаршы. Бром. Я. Сонша ойланған емес. Бром. Давай, келесі. Темір оксиді сутекпен тотықсыздандырып алу әдісі. Немен тотықсыздандырып алып тұр?
Сутекпен. Сутекпен. Значит, бұл әдіс не деп аталады? Гидрометаллургия. Гидрометаллургия деп аталады. Молодец. Ал енді құрамында 6 сутек атомы бар. Оянып атқандар бар екен ғой. 6 сутек атомы бар. Қаныққан көмірсутектің молекулалық массасы. 16 сутек, я? 16 сутек екен, значит, H16 болса, ол еще қаныққан болса, значит, кім? Алкан ғой, да? Екі аласың бірінші. Так, С7 болады. 7 болады, я. С7, H16-ның эмірі. Менде не жоқ? Давай калькулятор болса, дайындалып отырыңыздар, калькуляторның жұмыс жасап. 12-ні 7-ге көйт, 16 қосқанша? 100 болады. 100 бола ма? 100 болады екен ғой. Давай, келесі. Тас көмір ыдырағанда жер астында жиналатын газ. Метан. Я, да? Енді мына жерде метан дедіңіз ба? Келесі. Аммиактың массасы. Так, В тең. Бұл жерде көлем беріліп тұр. Көлем арқылы біз не тапқанымыз дұрыс? Бірінші не тауып аламыз ау деймін. Конечно. В бөлінген В-ны В-ге бөлесің, не табай қал? 0,5, иә? 11,2, 22-де 4-ге бөлмейміз ба? Жазайыншы. Жарай, жазайыншы. 22-де 4, там 0,5, да? 8,5. Кейде, үшін бар. Ол үшін не істейсің? Массаны көбейту үшін зат мөлшерін эмерге көбейтесің. Ненің эмері? Аммиак. Аммиак 17-ні 0,5-ге көбейтсек, 17-ні жартысы шығады. Де? Жарты 17-ні. 8,5-ге машын. Давай, келесі. Ал фосфор қышқылының зат мөлшері? Тең масса бөлінген үлкен. Жерде бірсі көйінбей жатыр, да? Фосфор қышқылының зат мөлшері қандай дедің? 3 мол болады. 3 мол бола ма? Ол үшін? Зат мөлшерін табу үшін массаны эмерге бөліне. Фосфор қышқылының 98, 294-ті 98-ге бөлінсе. Келесі. 31 грамм натрий оксиді толық әрекеттесуге қажет пропион қышқылының массасы. Не істейміз? Натрий 2O толық әрекеттесуге қажет пропион қышқылының массасы. Значит, кіммен әрекеттеседі деп тұр натрий оксиді? Пропион қышқылы. Пропион қышқылының формуласы қандай? 1, 2, 3. Пропанда 3 көміртек бар. Соңында OH бар, да? H бар. Потом мына жерде H2 бар, мына жерде H3. Дұрыс па? Жазғаным пропион қышқылын. Натрий оксидімен толық әрекеттесуге қажетті пропион қышқылының массасы. Жалпы металдар соңғы сутектің орнына орналасады. Так что біз не істейміз? С3, H2, SOO, натрий болады. И мынаның сутегі немен H2O болып шығып кетеді.
там натрий 2 болғандықтан біз мынаған алдына 2 қоямыз, и ол үшін мынаның алдына да 2 қоямыз. Вроде болды, я. Теңестірген сияқты. 31 грамм болса мынау. 62 ау деймін, 46-ға 16 болсын. Солай ма? иә 62. Пропион қышқылының массасы дейді X грамм. Астында 2 көбейтілген пропионның емері қанша? Пропионның емері қанша? 74 па? 74 екен. Значит, бұл жерден 74 шығады ма? Өнерін дұрыс таптыңыздар ма? Сіздерге сеніп отырмын. Иә. Онда 74 шығады, өйткені 2 есе кіші сан шығады, дұрыс па? Иә. Келесі, металл иондары бос электрондар арасында түзілетін байланыс не деп аталады? Металдық. Конечно. Айналып кетейін, металдық қой. Келесі, барий сумен реакциясында коэффициенттердің жалпы қосындысы қандай? Барий OH. Жоқ, барий мен там су әрекеттескен, иә? H2O. Жалпы периодтық кестеде барий магнийге дейін орналасқан, айойге дейін орналасқан, и поэтому несі шығады бізде? Гидроксид. Иә, конечно. Барийдің гидроксиді шығады, и сутекалы бөлінеді. Теңестіреміз, там H2-ның оның алдына 2 қоямыз, да? Одан кейін... Бесеу болады. Даже 1, 2, 3, 4, мен 5, да? 5 болады екен. В общем, вода 5 тұреді ғой. Үстімізді. Ладно. Келесін аяқта. Ацетилен сумен әрекеттескен кезде әрекеттесу реакциясы не деп аталады? Не деп аталады? Ацетиленнің сумен әрекеттесуі не деп аталады осы? Біздің аталарымыздың ішінде хиті ғой осы. Аружан қайдасың? Иә, да. Еще сомнение бар ма? Келесі. Жоқ, естіген сияқтымын сондай екен. Вроде. Сол есіме түсіп жатыр. Естіген сияқтымын деп отқан. Мен ғой, Асем. Асем. Аружан жазған ғой осыны ше негізі. Аружан бар ма осы? Бар. Есінен танып отыр ғой. Темір тақташасы деген не? Тақташасы деген темір. Темірдің өзі ғой. Күкірт қышқылымен әрекеттескен H2S4-пен феррум S4 плюс H2 шығарайық ал. Енді не? 2,8 грамм темір 56. Аружан? Алапай. Тірісін ба, барсын ба, айтып қойсайшы. Күкірт қышқылының X грамм. Ертіндісіндегі массасы дейді давай, күкірт қышқылы 98 ба? Бірінші осыны тауып алайық. 98 болса, 2 есе кіші. Неше болады неде? 49 ба? 49. Иә, 49 2 есе кішісін іздеп атқан 4,9. Енді 4,9 ол 10% деген ғой. Не істейміз? 4,9 ол 10 дейміз. 100-де X дейміз ғой. Келесі.
Мыс пен темірдің қоспасы беріледі. Мыс и темір, да? Осы екеуін азот қышқылының несімен? Концентрлі азот қышқылымен өңдейді, HNO3-пен. Айтыңдаршы, екеуі де реакцияға түседі ме? Пен жүрмейді. Темір Мыспен. Қоя қой. темірмен Сүлейман. Темірмен жүрмейді. Темірмен жүрмейді. Жүрмейді. Азот қышқылы деген соңғы тақырыбым бар. Анау 43-ші ма сабақ. үш металл емес пе, Қарап ал, давай ма? Еске түсіресің. Ана ортасында темір, бірдеме деген металдар бар, әрекеттеспейтін, соны жазып аларсың. Концентрлімен әрекеттескенде мыстың нитраты қосылған. Енді H2O, ойбай, біреу тұрып жатыр ғой. H2O и плюс қандай болады концентрлі болғанда? NO2. NO2 болады. NO2 газ шығады. Осы түзілген газын 4,48 литр. Астына не аламыз? 22-де 4 тұрақты шаманы аламыз. Мысты табайық. X деп, мыстың MR 64 ба? 64-тен екесе ол 112-де неше шығады? 12-де 8 шығады, дұрыс па? 12-де 8 шығады. Енді екеуінің қоспасы 20, бізге темірдің массалық үлесі. Обычно ше, кіммен реакция жүретін ұмытқалып жатсам, мына жерде бастап қоспадағы темірдің массалық үлесі деп сұрап жатыр ғой. Обычно реакция жүрмейтінін сұрайды. Мен осы уақытқа дейін байқап келатқаным сол. Просто айтып жатқаным ғой. Что? Анау интуиция дегендерге көмектесе ма деп. 12,8 не істейміз массалық үлесін табу үшін? Қазір бірінші темір табамыз ғой. Азайтамыз. 20-дан 12-де 8 азайтамыз, потом неше шығады? 7,2. 7,2. 7,2. 7,2-ні бөлесің общий массаға. 20-ға. Көйтеміз жүзге. Қанша? 36. Неге жоқ дейсің ғой? Дону? Апайынан теңестіреміз онана. Ұмыт кетпіз ғой. Теңестірмеппіз ғой. Сіз қандай бар еді? Енді сонда да вроде на жерде мынан алдында 2 кетеді екен ғой. Татырында болады. Тазалап жібере салайын ба? Жоқ, өшіре салайын, ластикпен. Бұдан дымда қиналып не ғой? 6,4 шығады екен ғой, е? 6,4 емес қой. 0,64 шыға ма? 6,4 шығады, бай. 6,4 шыға ма? Мыс 6,4 болды ғой, значит, е? 6,4. Ал енді ататырынан алдына 2 қоясын, теңестіріп алайшы. Да, осы. Мына жерге 2 қоям. Болды ау дейм, е? Болды ғой. Енді 6,4-нің NO2-нің алдында X бар екен, байқамағанымыз ғой. Енді бұл жерден 6,4 шықты. 20-дан аласын 6,4-ті. 13-те 6 шықты ма? Енді 13-те 6-ны үлесін общий 20-ға. Көбейтесін жазайын. 68, 68, е? 68 шығады екен ғой. Все, 68 шықты. Келесі. Берілген қатарда оттек, сутек, бериллий, мыс, азот тек қана оң
тотығу дәрежесін көрсететін элементтер. Дұрыс. Оттек минус 2 енді. Я. Сутек. Плюс 1. Я. Всегда я. Сосын. Мыс Берели. плюс 2. Мыс плюс 2. Плюс 2. Я. Очень... Ал енді қараңдар. Ойбай, 10 минут, неше минут қалды? 10 минут қалыпты. Берели, сосын мыс үшеуін ойланып тұрсыңдар ғой. Давай енді екеуі. 2 мен 4 па, әлде 2 мен 3 па? 2 мен 4. 2 мен 4 дұрыс айтасыңдар. Өйткені берели екі дайлы элемент арасында ортасына кетіп қалады, да? Білесіңдер ма? Жарайды. Келесі. Кальций сумен әрекеттескенде не түзіледі? Гидроксиді. Кальций гидроксиді шығады, бірақ бұл жерде Z заты керек. Кальций гидроксиді SO2 мен әрекеттескенде не шығады? Кальций карбонаты шығады. Кальций карбонаты шығады. Одан кейін кальций карбонаты мына үш затпен қосылғанда SO2 мен және сумен қосылғанда не шығады? Кальций гидрокарбонат. Я, жауабы шығады, кальций гидрокарбонат. Ауызша шығарып жатырмын, нормально ма? Анау, мынаны ойланып қалуларыңыз мүмкін. Да ладно, кальций гидроксидін таптық ал деп. Бірақ SO2 мен әрекеттескенде не шығады деп. Сол кезде кальцийдің карбонаты и плюс H2O шығады. Осы нәрсе бар. Сосын мына үшеуін қосқан кезде көрініп тұр ғой енді үш затты. Кальций гидрокарбонат шығады. Ана бір бар ғой, тұрақсыз, кермектік бірдеңе деген тақырыпта осы реакция көп кездеседі. Давай, келесі 18 құрамында 15 сигма бар, 3 пи байланыс бар. Химиялық формуласы қандай? Жоқсаңыз. Давай. Мынаны белгілеп тағы. Көрейік па соны? Алюминий. Енді алюминий мына жерде кремний минус 2 дәрежесін, алюминий плюс 3 дәрежесін ұмытпау керек. Былай істейік. Басында мысалға бірінші не берілген? Натрий 2, кремний O3 берілген. Оттек минус 2, натрий плюс 1, кремний қанша? Плюс 5. Плюс 4. Енді кремний сол 4 валенттілігін сақтау керек. Үш жағында оттегі 2 валенттіліктен сақтау керек. Екеуінен натрий бару керек. Одан кейін оттек үшеу ғой. Міне бұлай. Міне бір жердегі байланыс. Бұл болмайды дейінші. Осы байланыс керек емес. Бұл болмайды, не үшін? Өйткені бұл жерде жалғыз ғана байланыс бар. Жалғыз ғана пи байланыс бар. Неше пи керек бізге? Мына аяқтарына жаза берейікші жарайды. Тағы мынау емес екен көрініп тұр. Екеуі ше, мысалға. Кальций, кремний O3 екені, O3 емес, өткені мысалы қараш, міне кальций, 3 оттек, ойбай, мен зарядкамда өшінен де отырған. 3 оттек и кремний. Кремний ортасына алған дұрыс қой. Кремний бұл жерде минус 2 плюс 4. Кремний плюс 4. И кальций. Бұлайынан қайттан кальций болады екен. Өш, мына жерде не байланыс жоқ, пи байланыс жоқ. Мына жерде де жоқ. Мынада да жоқ. Бұл жауап қой.